Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы аңдар. Бүгін сабақта сендер аңдардың атауларын дұрыс айтуды үйренесіңдер. Ендеше балалар, жаңа сөздермен таныс болайық. Арыстан, аю, қасқыр, түлкі, қоян, керік, піл және кірпі. Ал енді балалар, барлығын мұқият бейнебаянға назар аударыңдар. Жаңа сөздерді, яғни аңдардың атауларын тағы да бір рет бірге қайталап отыруды ұмытпаңдар. Аң патшасы арыстан, жемтігімен алысқан, 8 түрі бар екен, өз үлкен барыстан. Саванна, саванна, арыстандар, аман ба? Бер алмаймын қолқабыс, жанарымдан таңданыс, атты алып ұрады, теңбіл жолбарыс, жолбарыс, жолбарыс. Бер алмаймын қолқабыс, бейбіт өмір сүреді, джунглидің жүрегі. Индияда зор алып, пілдер өмір сүреді, тұмсығы су шашатын, пілдер жасасын. Тундрама, тайгама, тұмсық баспас айнала, бұғылар мен маралдар жеткізеді қайдада. Бұғылар мен маралдар, нағыз досың адамдар. Қараю, ақаю, 8 түрлі бар аю, ең кішісі коала, тәтті балды же аю. Қонжықтарың сүйкімді, қандыр қыста ұйқыңды. Теңбіл терісі, қарлышыңның терісі, қар барысы қазақтың сұлулығы серісі. Айналамыз барысқа, кел балалар, қалыспа. Ал балалар, енді анықта айдарында жануарлардың нені жақсы көретінін бірге анықтаймыз. Жарай ма? Аю нені жақсы көреді? Дұрыс айтасыңдар, жарайсыңдар. Аю балды жақсы көреді. Ал қоян нені жақсы көреді? Әрине, жарайсыңдар. Қояндар сәбізді жақсы көреді. Ал кішкентай кірпілер нені жақсы көреді? Жарайсыңдар. Тапқырбектер кішкентай алманы жақсы көреді кірпілер. Ал керік жануар нені жақсы көреді? Әрине, жапырақты, жасыл жапырақты жақсы көреді екен керіктер. Балалар, кім тапқыр ойынын ойнаймыз сендермен қазір? Кім тапқыр, яғни жұмбақты кім шешеді екен? Міне, ол үшін біз жұмбақтың берілгенін мұқият тыңдап алайық. Мынау керік, мынау піл. Неше керік, неше піл? Жарайсыңдар балалар, дұрыс айтасыңдар. 2 керік, 1 піл. Ары қарата тыңдаймыз. Мынау түлкі, мынау кірпі, неше түлкі,
Неше кірпі? Жарайсыңдар, керемет, не деген тапқырсыңдар. 3 кірпі, 1 түлкі. Міне балалар, бүгін біз сендермен аңдардың атауларымен таныстық. Олай болса, үйде балалар, аңдардың атауларын жаттаймыз, және жұмыс дәптерінде берілген аңдардың суретін бастырып, әдемілеп бояймыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.